Әрине біздің ең алғашқы тоқталатын кездесу отандасымыз Бекзат Алмаханов өнер көрсететін 135 фунт салмақтағы, яғни 61 кг салмақтағы кездесу. Отандасымыздың қарсыласы дәл осы UFC 315 турнирі өтіп жатқан Канада елінің өкілі, UFC-да талай жылдан бері өнер көрсетіп келе жатқан, дәл қазіргі сәтте өзінің UFC-дағы екінші келісім шартында жүрген Бред Катона болмақ. Бас аяғы бұл жауынгер UFC-да 8 кездесу өткізген, яғни алғашқы келісім шарты бойынша бұл жауынгер 4 кездесу өткізіп, соның 2 кездесуінде жеңіске жетіп, екеуінде жеңіске ұшыраған. Ал дәл қазіргі екінші келісім шарты бойынша да бұл жауынгердің көрсеткіші дәл осындай, яғни 2 жеңіс және 2 жеңіс қатарынан келе жатыр. Өзінің соңғы кездесуінде өткен жылдың қазан айында бұл жауынгер UFC-дағы жас жауынгерлердің бірі, хайптағы жауынгерлердің бірі бразилиялық жас жеткіншек Жан Мацумотоға жеңілген болатын. Бред Катона бас аяғы карьерасында 20 кездесу өткізіп, оның 16-сында жеңіске жетіп, 4-еуінде жеңіліске ұшыраған. Жалпы бұл жауынгердің тік тұрып соғысуы мен күрес стилінің өте жақсы деңгейде екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу стилінде өте жаман емес екендігін білеміз. Өйткені бұл жауынгердің рекордына қарайтын болсақ, бұл жауынгердің 4-1 жеңісі қылқындыру әдісімен аяқталғанын көруге болады. Және де бұл жауынгер, естеріңізге сала кетейін, The Ultimate Fighter теледидарлық шоуы арқылы 2 мәрте UFC келісім шартын ұтып алған. UFC-дағы атап өтетін кездесулеріне келетін болсақ, бұл жауынгер дәл қазіргі чемпион Мераб Двалишвилиге жеңілген атап өтейік. Сонымен қатар жоғарыда атап өткеніміздей, бұл жауынгер UFC-дағы хайптағы жауынгерлердің бірі Жан Мацумотоға да жеңіліс тапқанын білеміз, достар. The Ultimate Fighter featherweight winner, Brad Superman Katana.